Лоукик Олимпиад біріншілігінің 3-ші жұбы. Яғни қазір 70 келіге дейінгі салмақта Нұржан Омар және Станислав Мельников көтерілді. Мельников бұған дейін 2 рет шығып үлгерген. Осы лоукик жарысына және 2 ретінде де сәтсіздікке ұшыраған екен. Ал Нұржан Омардың бұл дебюттік кездесуі. Нұржан Омар жайлы жаңа жүргізушілер айтып өтті. Өте тәжірибелі спортшылардың бірі, 31 жаста ММА шебері. Нұржан Омар Қостанай облысында дүниеге келген. 1994 жылы алғашында бокспен шұғылданған екен. Әкесінің нұсқауы бойынша, әкесінің жетектеп апару бойынша боксқа барған екен 3 сыныптан бастап. Одан кейін Нұржан 7 сыныпқа барған кезде джиу-джитсу спорт түрін таңдапты. Міне уақыт өте келе осы спорт түрінен джиу-джитсудан спорт шебері атанды және ММА-дан көптеген жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға қол жеткізген. Нұржан Омар енді міне лоукикте бақ сынауға бел буыпты. Станислав Мельников айттық, енді тәжірибесі бар деп. Бірақ енді қазір ескерту жасады Нұржан Омаров, яғни қарсыласы соққы бағыттаған кезде аяғын жинап алып жатыр. Соны Станислав дер кезінде төрешіге жеткізіп отыр. Астаналық спортшы бұл міне қазір карате спорт түрінен әр соққысы сайын Станислав Мельников бірден төрешіге қарайды. Не қазір төреші түсіндірді. Аяқты бұрмау керек, қарсыласы тосып алу керек деп отыр. Соққысын тәжірибелі спортшылар бұл жерде жақсы біледі, қай жерден тебу керек, нүктесіне шейін біліп алған. Станислав аяқты көтеріп келіп осылай тастай салады. Балта аяқта бойы ұзын, сәйкесінше салмағы да қарсыласына қара ауырлау, ал салмағы ауырлау болғаннан кейін соққының дағы қарқыны күшті болатыны түсінікті. Бірақ қазір Нұржан Омар кереметтей бір күшті соққы сезініп жатыр деп айтпаймыз. Әзірше білдіріп жатқан жоқ, бірақ енді уақыт өте келе қалай боларын көреміз. Бұған дейінгі жекпе-жекте тартысты өтті, көрдіңіздер, Дархан мен Данил арасындағы. Данил о баста тәжірибелі спортшы болған, бірақ Дархан уақыт өте келе жеңісті жұлып алды десек те болады. Ал бұл жекпе-жек қалай өрбейтінін қазір бірге тамашалайтын боламыз. Кереметтей бір күшті соққы бола қойған жоқ, байқап отырмыз. Сол аяқпен соққы жасайды, ал Станислав Мельников керісінше оң аяқпен. Сол оң аяқпен соққы жасайды, сол оң аяқпен күтіп алады. Сол аяқпен қазіріне Нұржан Омар кезекті соққысы. Бұл жолы соққы мығым соққы болды өте. Және қабылдау кезінде қателік жіберді Станислав Мельников. Төреші ауызша ескерту жасады әзірше. 31 жаста Нұржан Омар, ал Мельников Станислав 18 жаста. Міне жас пен тәжірибенің айқасы, тәжірибелі спортшының. Енді айттық қой, бұл лоукикте Станислав Мельников бұған дейін 2 рет жарыстарға қатысқан және екеуінде де жеңіліс тапқан еді. Қазір міне бас төреші шақырып, қазір кеңесіп жатыр. Қандай шешім қабылдайды екен, өйткені бұған дейін ескерту жасаған. Қазір сұрап отыр енді Станислав Мельниковтан жарысты жалғастырасың ба, жоқ па деп. Аяқтан тұра алмай тұр, шамасы Станислав Мельников ары қарай жарысты жалғастыра алмайтын секілді. Қазір Нұржан Омаров қолын беріп әріптесіне құрмет көрсетіп жатыр десек те болады бұл жерде. Сол қолмен айттық, соңғы соққысы. Нұржан Омардың соңғы соққысы. Жеңісті қазір төрешілер Станислав Мельниковтың қолын көтерді. Шамасы төрешілер ақылдаса келе әлгі бір
сәтте ереже бұзды ма? Гүлнара Сайдуллаева.